ойлаған шығар онда бүгін Сұлуфан не қылып отыр деп. Бірақ кез келген дүние ресми түрде өту керек. Және де қазір осы сұрақты қайта қойып, нақты жауабын қайтадан алып, және де бұл шешімді неге қабылдады, не түрткі болды, мүмкін Әміренің әсері болды ма дегендей, енді өзіңе ұнамаса да бұл сұрақты қоюға жөн келіп тұр. Иә, кеше жазып жатыр, кеттім ба, қалатын болдың ба деген секілді. Мен кеше өзім жауабын айттым, және мен қаламын десең де ойнайды. Мен бағдарламадан кетуіме тағы да айта кетейін, Әміренің ешқандай қатысы жоқ. Өзімнің жеке бас шаруаларыма байланысты. Жалпы қалаулым маған өте көп нәрсе үйретті. Сүрінген кезде қайтадан тұрып жүруге, қайтадан барлық нәрсені басынан бастауға болатындығын, және адамдарды тани білуді, айыра білуді, ақ пен қараны ажырата білуді. Барлығын делік бір өмір мектебі дейміз ғой. Тарыдай болып, кіріп таудай болып шыққан секілдімін өзіме. Осы күнге дейін қолдаған барша көрермендерге, қатысушыларға, сізге Жақ мырза, осы қалаулымның осылай бір-бірімізді жұптарын табуға көмектесіп жүрген барлық азаматтар мен азаматшаларға, редактор ханымдар мен мырзаларға барлығына делік басымды иіп тұрып алғысымды айтам. Сіздерге көп рахмет, ешқандай да ренішім жоқ. Сіздерге де өздеріңіздің жұптарыңызды табуға тілектеспін. Егер араларыңызда біреулеріңізге артық бір нәрсе айтып қойсам, менен қателіктер болса, кешірерсіздер, пендеміз ғой, барлығы болады. Және осы жерге келіп бағымды сынауға рұқсат берген үшін ең алдымен әкеме, содан кейін анама үлкен алғысымды білдірем. Барлығы да сол кісілердің арқасы, осылай 12 мүшем сау, не ішем, не кием демейм, барлығы да сол кісілердің арқасында. Ең бастысы, ешқашан да мұңаймаймын, құламаймын деп те ойлаймын. Құлаған жағдайда қайта тұрып жүруге қақым бар екен білем. Өкініштақ, өйткені қатысушы кеткен сайын бір отбасы мүшесімен қоштасып жатқандай боламыз, бірақ дегенмен шешім қабылдады. Рахмет саған, шынымен де бұл жобаның көркінде келтірдің. Өте қызықты әңгімелерге атсалысып түрткі болдың. Бақытты өкінішке қарай бұл жобадан таба алмадың, бірақ дегенменен сен үлкен алда бақыт күтіп тұр екеніне мен сенем кәміл. Саған рахмет. Сұлуфан, қатысушылар, қазір ортаға шығып қоштасаңыздар болады. Құрметті көрермен, бүгінге қалаулымның қызығы аяқталды. Ертең 12-де Еуразия бірінші арнасында жолығамыз, алыстамаңыздар.